тақырып намаз жайында болмақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көзімнің қарашығы деп кеткен, және намаз діннің тірегі деп кеткен. Бұл намаз дінімізде рөлі өте жоғары. Әуелу ма юхасабу бихил абду яумал қиямати ас-салату. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет күні құл бірінші намазынан сұрақ жауапқа тартылады дейді. فَإِنْ صَلَحَتْ صَلَحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ. Егер құл Алланың алдына барған кезде намаздан сүрінбей өтсе, оның қалған сұрақтары оған жеңіл болады дейді. Ал егер намазында нұқсандық болған болса, Алла сақтасын, намаз оқымай келген болса, ол қалған сұрақтарына да жауап беру оған оңайға соқпайды. Қарап тұрсаңыз, барлық құлшылық бір тарапта, бір жақта тұр. Бірінші намазда келіп жатыр да. Намаз сұрап алады дейді бірінші. Намаз дұрыс па? Оның қалған сұрақтары жеңіл дейді. Неге деген сұрақ туындайды ғой. Себебі біз жиі естіп жүрген хадис. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына айтты: егер сендердің біреуінің үйінің алдында өзен ағып жатса, сол өзенде күніге 5 уақыт шомылса, денесінде кір қала ма деп сұрақ қойған кезде, сахабалар: я Расулаллах, әлбетте денемізде кір қалмайды деп жауап берді. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 5 уақыт намаз дәл осындай деді. Адамның жасаған кіші кінәларын кешіріп отырады деді. Мысалы, 5 намазын оқыды, пендешілікпен асыр намазына дейін кінә жасаса, Алла тағала асыр намазын оқумен кешіре жібере салады екен. Асыр намазын оқыды, пендешілікпен ақшам намазына дейін бір кінә жасаса, Алла тағала ақшам намазын оқумен кешіреді екен. Міне, намаздың құдіретін қараңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алланың алдына барған кезде бір пенде намаздан сүрінбей өтсе, ол қалған сұрағы оған жеңіл болады дегеннің мағынасы осы екен. Басқа бір хадисінде ас-салату аймадуд-дин, намаз діннің тірегі деген. Мынау аймад деген арабтарда шаңырақты ұстап тұратын екі бағанды айтады. Егер екі баған болмаса, шаңырақ құлайды ол. Қандайда бір пенденің намазы жоқ болса, Алла сақтасын, намаз оқымай барған болса, оның Алланың алдына барған кезде абыройы айрандай болып қалуы мүмкін екен. Сондықтан да намаз діннің тірегі деді. Намаз сияқты күніге 5 уақыт жасалатын ешбір құлшылық түрі жоқ. Біз білеміз, исламның 5 шартын: бірінші, ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулуллах, калима шахадат айту. Әлбетте, бұл бірінші орында тұратын мәселе. Екінші мәселе бұл намаз. Намаз күніге 5 уақыт орындалады. Мысалы қарасаңыз, зекет жылында бір-ақ рет. Оның өзі бай адамдарға парыз. Егер жағдайы нашар болса, оларға парыз емес. Қажылық дәл сол сияқты, жағдайы болып тұрған адам болса, қажылыққа барады. Жағдайы келмесе, оған да бармайды. Оразаны қараңыз. Ораза 12 айдың ішінде 1 ай ғана ұстайсыз, болды. Ал намаз күніге 5 уақыт екен да. Бұл сондай бір құлшылық екен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды Алла тағала өзі құзырына шақырып тұрып нәсіп етті бұны. Неге намаз 5 уақыт деп айтасыз ғой? Мысалы, неге намазды 5 уақыт намазды бір сәтке, бір уақытқа шектеп қоймады? Мысалы, таң намазында 5 уақыт намаз неге оқып алмаймыз? Яки болмасын 5 уақытында неге барлығымыз оқи алмаймыз? Әр намаздың өзінің уақыты бар. Мынау намаз деген сөздің түбіріне қарасаңыз, сыйла. Сыйла деген сөз байланыс құру деген сөз. Яғни адам баласы күніге 5 уақыт Алла тағаламен байланыста болады екен да. Бір сәтте емес, 5 мезгіл. Таңертең бір Алла тағаламен байланыс болады, түстен кейін кешке қарай Аллаху акбар, Аллаху акбар, Алла сен ұлықсың, хайя алас салах, намазға асығыңдар деген кезде адам бүкіл жұмысын тастап, дәретін алып, маңдайын сәждеге қойып, Алла тағалаға бас ият екен. Алла тағаламен тіл табысады екен.
Міне намаздың құдіретін қараңыз. Намаз бұл ішіне барлық құлшылықтарды жинаған. Мысалы, біз айттық, исламның 5 шартының бірі ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулух. Міне осыны біз намазда ат-тахият дұғасында айтады екенбіз. Қажылықтың негізгі мақсаты, негізгі сөзі бұл мақсат ету, бет бұру, Меккеге қарай жол тарту деген сөз. Кағбаға қарай. Біз намазда жүзімізді, бетімізді қай жаққа бұрамыз? Қасиетті Кағба жаққа бұрамыз. Демек, қажылықтың да бір жартысы осы намазда бар екен. Оразаны қараңыз. Ораза деген сөздің, сауым деген сөздің негізгі мағынасы бір нәрседен тосқауыл болу, өзін тосу, ұзақ тұру деген сөз. Ораза ұстаумен біз белгілі бір нәрселерден шектелеміз. Белгілі бір нәрседен шектелеміз. Ал намазға келген кезде оразадан да шектелмеген нәрседен шектелеміз да біз. Мысалы, намазда тұрғанда бос сөз айтпаймыз. Алланы ғана еске аламыз, болды. Бүкіл құлшылықтың негізі осы намазда жиналыпты. Құранда айтады, ақимис салата ли зикри, намазды мені еске алу үшін оқы дейді. Демек, намаз оқудағы негізгі мақсат бұл Алла тағаланы еске алу екен. Алла тағалаға жалбарыну, Алла тағаланы тілмен, жүрегімен зікір ету екен. Мысалы, қарасаңыз, біз күніге 5 уақыт намаз оқимыз. Сол 5 уақыт намаз парызы мен сүннетін қоссаңыз, 32 рекағаттық бір намаз. Осы 32 рекағатта тек қана басқа сүрелерді қоя тұрайық. Фатиханың өзін 32 рет қайталады екенбіз да. Фатиханың өзін 32 рет қайталаймыз. Ал біз білеміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Құранның әр бір әрпіне 10 сауаптан деді. Қараңыз, әр бір әрпіне 10 сауаптан. Ал Фатихада қанша әріп бар? Фатихада шамамен 120-120-дан астам әріп бар. 5 уақыт намазда 32 рет Фатиханы оқимыз. Әр Фатиханың өзінде 120 әріп болса, сіз оны 10 есемен көбейтіп көріңіз, қанша болады? Субхана раббиял а'ла, субхана раббиял азим сияқты дұғаларды айтамыз намазда біз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға салауатты біз намазда айтамыз. Міне қарасаңыз, барлық зікірдің өзі осы намазда жиналып тұр да. Ал намаз оқымаған адам осындай зікір күніге айта ала ма? Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Мен хафаза алейха канат лаху нуран ва бурханан ва наджатан яумал қиямат." Кім намазын қорғап келсе, намаз оқып келсе, бұл намаз қиямет күні Алланың алдына барған кезде бұл нұр болады деді намаз оққан адамға. Алдына жарық шашып тұрады. Және де бурханан деді, айғақ дейді. Дүниеде мұсылман болып өмір сүріп, мұсылман болып өткеннің айғағы бұл намаз екен да. وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا كَانَتْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَبُرْهَانٌ وَنَجَاتٌ деді. Кім намазын сақтамай келсе, намаз оқымай келген болса, Алланың алдына барған кезде оған нұр да жоқ, айғақ та жоқ оған. وَحُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ وَأُبَيَّ بْنِ خَلَفَ. Қиямет күні Фираумен, Хаманмен, Қарунмен және де Убай ибн Халафпен бірге тірілтіледі деді. Осы хадистің ашықтамасында имам Захаби рахимахулла Әл-Кабайр атты кітабында айтады. Фираун бұл патшалығына мастанып, атақ даңқына мастанып, иманға келмеді, намазға келмеді. Тіпті Алла сақтасын, өзін Құдай дәрежесіне шығарды. Қандайда бір пенде өзінің атақ даңқына, мансабына, тағына мастанып намаз оқымаса, қиямет күні осы Фираунмен бірге тірілтіледі дейді. Хаман деген бұл Фираунның уәзірі болған. Кімде-кім, мен патшаның, мен бір бастықтың қол астында жұмыс істеймін,
менің уақытым жоқ деп намаз сылтауратып намаз оқымайтын болса, ол қиямет күні Хаманмен бірге тірілтіледі деді. Үшінші адам бұл Қарун. Бұл дүниедегі ең атақты байлардың бірі болған. Алланың құдіреті соншалықты, оның байлығына қарамастан дүниесімен тіпті өзімен жерге жұтып жіберген Алла Тағала. Міне кімде кім дүниесіне мастанып, байлығына мастанып намаз оқымайтын болса, ол қиямет күні Қарунмен бірге тірілтіледі деді. Төртінші адам болса Убай ибн Халаф. Бұл Меккенің мүшриктерінің қатарынан. Бұл сауда саттықпен айналысатын кісі екен. Кімде кім мен сауда саттықпен айналысам деп сауда саттығын сылтауратып намазға келмейтін болса, намаз оқымайтын болса, намазын тәрк еткен болса, Алла сақтасын, қиямет күні Убай ибн Халафпен бірге тірілтіледі деді. Бұл не деген сөз? Яғни осылармен бірге азапталады дейді. Сол үшін де ізгі тақуа жандардың Алладан әрдайым сұрайтын дұғасы мынау екен: Я Раббана Карим, мені қиямет күні пайғамбарлармен, шәһидтермен, ізгілермен бірге тірілтші деп. Қиямет күні топ-топ болып адамдар тірілтілген кезде пайғамбарлардың ортасында, шәһидтердің ортасында, ізгілердің ортасында тұрудың өзі бір бақыт екенді. Сол үшін де қасиетті Құранда айтады: Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер деп бастайды. Мынаны білуіміз керек. Егер Құран-ы Кәримде Я айюхаллазина деп басталған бір аят болса, бұл қазақшада қаратпа сөз деп айтады. Яғни көңіліңді бұр, құлағыңды түр деген сөз екенді. Қараңыз, Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер дейді дағы. Алла Тағала айтады: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. Мал дүниелерің, бала-шағаларың Алланы еске алудан, намаз оқудан тосқауыл болып қалмасын әсте дейді. Намаз оқудан, Алла Тағалаға құлшылық қылудан әсте тосқауыл болмасын дейді. Мысалы, біреуден сұрасақ: бауырым, өсек өтірік айту харам ба десең, әлбетте харам дейді. Адам өндіруші десең, астағфирулла, әлбетте харам деп, керек болса мақраж шығарып тұрып айтады. Ал намаз оқымаудың үкімі не деп сұрасаң, жауап жоқ, ойланады. Бірақ ағайындар, біз мынаны білуіміз керек: намаз оқымаудың күнәсі бұлардан да бетер. Неге? Себебі кез келген үлкен күнә Алла Тағалаға тәубе етілуімен бұл кешіріледі. Алла Тағалаға шынайы тәубе етті, күнәсін мойындады, Алладан кешірім сұрады, Алла Тағала кешіреді. Бірақ намаз оқымаса, намазы қаза болса, әлбетте Алладан кешірім сұрайды, тәубе етеді. Тәубемен бірге намазының қазасын да міндетті түрде өтеу керек. Яғни тәубе етумен бұл адамның мойнынан намаз түсіп қалмайды. Адамның мойнынан ешқашан намаз түсіп қалмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бір сахабиін көреді. Қараса, дәрет алып жатыр екен. Өкшесінің бір кішкентай жеріне су тимей қапты. Осыны көріп айтады: Фауайлун лил аъқаби минан нар. Ей, ана өкшеңді дұрыстап жу, бұл ертең тозақта жанады деп қайта етіп жатыр да. Бір кішкентай жеріне су тимей қалған үшін ертең ана өкшең тозақта жанады деп жатыр. Міне осыны естіген, оқыған ғалымдар қатты уайымдаған екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір кішкентай өкшесіне су тимей қалғандығы үшін ертең ақыретте мына өкше тозақта жанады деп жатыр. Ал енді өмір бойы дәрет алмаған, өмір бойы осыл алмай кеткен адамның қалай болар екен деді ақыретте. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дүниеден өтер сәтіндегі соңғы өсиеті мынау еді: Ас-сала, ей адамдар, намазға бекем болыңдар, намазға деді. Соңғы сәтінде осы сөзді айтты. Сондықтан намаз бұл өте маңызды құлшылық.
калима шахадаттан кейінгі екінші орында келетіндігі осыдан. Осы орайда Ибрахим пайғамбардың оқиғасы еріксіз еске түседі. Ибрахим пайғамбар түс көреді, түсінде балаңды құрбандыққа шал деген. Оянады, ертеңінде бұл қалай болды екен деп таң қалады. Тағы кешкісін ұйықтайды, ертеңінде оянса, дәл солай түс көреді, сен балаңды құрбандыққа шал деген. Сөйтіп баласын құрбандыққа шалуды нақты біліп, ертеңінде баласын құрбандыққа шалу керек болады. Бір жерге алып барып, енді бауыздайын деп жатқан кезде Құдайдың құдіреті пышақ өтпей қалады. Міне сол кезден бастап Алла тағала бір көктен қошқар түсіріп, қияметке дейін Ибрахим пайғамбардан қалыптасқан дінімізде үрдіс осы. Қараңыз, Ибрахим пайғамбар Алла тағала әмір етсе болды, мен баламды дейін құрбан шалуға дайынмын деп тұрды. Алла тағала бізге балаңды құрбандыққа шал деп жатқан жоқ. Түні бойы құлшылық қылып, күндіз бойы ораза ұста деп жатқан жоқ. Бар болғаны 5 уақыт намаз әмір етеді. Субханалла, біздің еркелігіміз соншалықты, пенсияға дейін күте тұр дейтін болдық та. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Уаз ибн Джабал атты сахаби радиаллаху анху Йемен еліне жібереді дінді насихаттауға. Сол кезде айтады, бірінші сен иманға шақырасың дейді. Егер иманы жоқ болса адамның, күні бойы ораза ұстап, түні бойы құлшылық қылса да бір тиын ол. Бірінші иман шарт, керек ол. Екінші орында сен қажылықты үйрет демейді, зекетті үйрет демейді, оразан демейді. Егер иманды қабыл етсе, сен оларға намаз үйрет дейді, намазды. Егер намазды қабыл етсе, олар намаз үйренсе, қалған құлшылықтар үйрете бересің дейді, намаз болсын, ораза болсын, зекет болсын. Қасиетті Құран-ы Кәримде Алла тағала айтады, «Қад афлахал муъминун» деп, муъминун деген сөзінде айтады. Момындар құтылды дейді. Олар жақсылыққа қауышады Алланың алдына барған кезде. Ал енді осы Алланың алдына барған кезде жақсылыққа қауышатын, бақытқа кенелетін момынның сипатын осы аятында тізіп жалғастырып айта бастайды. «Валлазина хум аля салатихим хашиун» дейді. Ол момынның бірінші сипаты мынау екен. Намазында бар ынта шынтасымен оқыған пенде дейді да. Хушу дейді, бар жан-тәнімен именіп, иіліп келеді Алла тағалаға. Міне бірінші сипат осы екен. Енді қараңыз, осы Мүминун сүресінде бірінші аятында намазды айтты, кейін бірнеше мәселені қозғайды. Кейін қайтадан 9-шы аятында Алла тағала намаздан айта бастайды. «Валлазинахум аля салаватихим юхафизун». Ол намазын қорғаған дейді. Намазына бекем болған, намазын сақтап келген мұсылман дейді. Дәл осы сияқты Әл-Маариж деген сүреде айтады Алла тағала. «Иза массаху шарру жазуа». Қандай да бір пендеге Алладан бір сынақ келсе, қиыншылық келсе, ол Алла тағалаға налығыш келеді дейді. «Ваиза массахул хайру жазуа». Ал енді бір жақсылық келген болса, «Ваиза массахул хайру мануа». Бір жақсылық келсе, бір хайыр келсе, ол Алла тағалаға сараңдық таныта бастайды дейді. Бірақ иллал мусаллин аллазинахум аля салатихим даимун. Намазын әр дайым оқып жүрген пенде бұндай жаманшылыққа әсте бармайды дейді. Таршылықта болсын, мейлі кеңшілікте болсын. Міне қасиетті Құран-ы Кәримде бір аятта бір мәселе бір рет емес, бірнеше рет қайталанып жатыр да. Демек, мынаны білуіміз керек біз. Бір сүреде бір мәселе бірнеше рет қайталанып келсе, бұл дінімізде, бұл құлшылықтың дінімізде маңызы өте жоғары екендігін білдіреді. Сондықтан да, құрметті ағайындар, құрметті жамағат, егер
намаз оқып жүрген болсаңыз, иншалла намазыңызға бекем болыңыз. Намазыңызға бекем болыңыз. Ал егер намаз оқымай жүрген болса, жұмаға келеді, немесе айтқа келіп жүрген бауырларымыз болса, иншалла тез арада намазға бастаңыз. Қазіргі заманда Аллаға шүкір, мешіттерімізде ұстаздар, имамдар намазды бастан соңына дейін үйретіп береді. Мешітке келіңіз, үйреніңіз. Алла тағала өз жеңілдігін береді. Намазда ешбір қиыншылық жоқ екен. Намазда ешбір қиыншылық жоқ екен. Егер адам ауырып тұра алмай қалды, отырып оқиды да. Отырып оқи береді. Ал егер тіпті отыруға да шамасы келмейді, аяғы сынып қалуы мүмкін, қол сынып қалуы мүмкін бәлкім, жатып оқи береді да басыңмен. Намазға үзір жоқ ешқашан. Ұшақта болсаң, ұшақта оқи бересің. Автобуста болсаң, автобуста оқисың. Намаз қаза кетпеу керек ешқашан. Пойызда болсаң да, пойызда оқып аласың намазды. Дәретіңді алып. Ешқашан үзір жоқ бұл намазға. 5 уақыт Алла тағаламен адам байланыста болу керек екен. Міне намазбен өмір сүрген адам ертең соңғы демде ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах калимасын жеңіл айтуға бірден бір себеп екен. Алла тағала баршамызды намаздан айырмасын иншалла. Әрдайым намазын оқыған пенделердің қатарынан қылсын. Құлақ салып тыңдағандарыңызға Аллах разы болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.